Арайлымнан сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін адам ағзасына өте пайдалы әрі дәмді болып шығатын қызыл ірімшікті жасап көрсетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бар жоғы 3 қана заттан жасалады. 2 литр сүтке жасаймын. 2 литр сүтімізді қазанға құйып, пісіріп алуымыз қажет. Пісуіне 2-3 минут қалған кезде айранымызды құямыз. Араластыруымыз керек болады. Оттың астын өте қатты жылдамдықта қойып, жақсылап қайнатып аламыз. Осылай қозғап тұруымыз керек. Көріп тұрғандарыңыздай, қозғаған сайын осылай айранымыз іріп бастайды. Ірігенше осылай тоқтамай қозғап тұрамыз. Дәл осылай іріп бастайды. Енді бетін жауып, 2 сағатқа жай отта қайнатамыз. 2 сағат өтті. Осындай сарғыш түске енгеннен соң шекерімізді салып, араластырып аламыз. Міне араластырып жатырмын. Енді тағы да бетін жауып 2 сағат бойына жай отта қайнатамыз. Біздің ірімшігіміз дайын. Осындай қызғылт түске енеді. Осы ірімшікті алып, осылай арнайы сүзгімен сүзіп алып, марлеге немесе осындай орамалға, таза орамалға салып, мен сияқты жасаңыздар. Барлық ірімшікті орамалға салып аламыз. Енді ірімшіктің суын бөлек сырғытып алуымыз қажет. Ол үшін осы табақтың үстінен мен сүзгіні қойдым. Міне сүзгінің үстінен ірімшікті қойдық. Сосын барып тәрелкені қоямыз бетінен. Өйткені су бөлек шығу керек. Енді осы тәрелкенің бетінен ауыр зат қоюымыз қажет. Мен мысалы 5 литрлік майды қойдым. Ал сіздер 2 литрлік банкіге су құйып, біраз уақыт қойсаңыздар болады. Арадан 3 сағат уақыт өтті. Ірімшігіміз өзінің формасын ұстады. Міне дәл осындай болып шықты. Дәмі өте керемет. Үйдегілердің барлығына ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы мен жасаған қызыл ірімшікті дүкеннен өте қымбат бағаға сатып аламыз. Сондықтан да үй жағдайында жасап көріңіздер, өте тиімді. Бар жоғы 3 қана заттан жасадық. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар.